Нашыман атындағы орта мектептің 10-шы А сынып оқушылары Серікбол Айдар және Әбілхайырова Аружан. Біздің жобамыздың тақырыбы Қазақстанның 7 кереметі. Осы тақырыпты таңдауымыздың себебі Қазақстан тарихи, табиғи мұраларының құндылықтарын келешек ұрпақпенен бөлісу деп айта аламыз. Бұл мұралардың барлығы да біздің ұлттық мақтанышымызға айналған және де Қазақстанның қанша мың жылдық тарихын көрсетеді. Ал енді бүгінгі жобамыздың мазмұнына келетін болсақ, бүгінгі жобада біз Қазақстанның 7 кереметімен кездесетін боламыз. Яғни ол Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Маңғыстаудағы жерасты мешіт, Алтын адам, домбыра, киіз үй, таңбалы тас және де бәйтерек. Жобамыздың зерттеу мақсаттары: біріншісі, Қазақстанның тарихи және де табиғи мұраларын зерттеу. Екіншісі, еліміздің көрікті жерлерін насихаттау. Үшіншісі, туризмді дамытуға үлес қосу. Төртіншісі, жастарды өз елінің мәдениеті мен тарихын құрметтеуге тәрбиелеу. Қазақстан халқы ол өзінің кең байтақ жері және де өте көне мәдениетімен танымал болған мемлекеттердің бірі. Біздің елімізде сан ғасырлы табиғаты бар көптеген жерлер бар. Ал оның қаншама тарихы осы жерлерде сақталып қалғанын айтсаңызшы. Яғни біз деген осы жобаны таңдауымыздың негізгі мақсаты осы Қазақстанның 7 кереметін насихаттау және де оларға анықтама беру болып келеді. Ал енді 7 кереметтерге келетін болсақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Бұл кесене бізде 1397 жылы Әмір Темірдің бұйрығымен салынған еді. Кесене негізінен өте ерекше болып салынған деп айта аламыз, себебі бұл жақта шығыс мұсылман және де жергілікті дизайн екеуі біріктірген болатын. Кесененің құрылыс ерекшелігіне келетін болсам, оның биіктігі 64 метр, ал ені 46,5 метрді құрайды. Маңғыстаудағы жерасты мешіттері біздің еліміздің ең сәулетті құрылыстардың бірі болып келеді. Оның көптеген сырлары әлі ашылмаған. Және де осы мешіттер түрлі ғасырларда, түрлі кезеңдерде салынған болатын. Яғни айтқанда, орталық ғасырларда біздегі ислам дінін алғашқы таратушы адамдардың тұрағы болып келеді. Және осындай мешіттерді басқа елдерде табу өте қиын. Келесі мұра бізде Алтын адам. Алтын адам 1969-1970 жылдары Алматы қаласы Есік қорғанынан табылған алтын киімді сақ жауынгерінің алтын киімді қалдықтары деп айтсақ болады. Бізде Акышевтің басталмасы бойынша осы қорғаннан 4000-дан астам әшекей бұйымдар алтыннан жасалған және де қару-жарақтар табылған болатын. Домбыра қазақ халқының мәдениетіндегі екі пернелі көп ішекті аспап болып келеді. Яғни ең басында домбыраны қазақ халқы эпикалық жырларда және толғауларда қолданған болса, қазіргі кезде ол деген аспаптық күй өнерінің негізі болып келеді. Домбыра өзі қарапайым болып көрінгенімен, Қазақстандағы қазақ даланың көптеген тарихын өзінің күйінде сақтаған болатын. Киіз үй бізде көшпелі өмір салт дәстүрге бейімделген бір дәстүрлі үй деп айта аламын. Ол бізде орталық Азияда салынған болатын. Ол киіз үй қыста жылы, ал жазда салқын. Және де жер сілкінісі кездерінде оны қауіпсіз деп те айта аламын. Келесі мұра ол бізде таңбалы тас. Таңбалы тас Алматы қаласынан 70 шақырым жерде орналасқан, Қопа бекетінде орналасқан. Ол жерде бізде күнге қатталған гранит тас бар, және де ол тастың бетінде көптеген суреттер бар. Ол жерде ол суреттерде жануарлар бейнеленген және де 27 салт атты жауынгерлер бейнеленген. Содан кейін зерттеулердің көмегімен бұл бізде ежелгі түркі халықтарынан қасиетті деп табылған жері екені анықталды. Келесі ол бізде бәйтерек. Бәйтерек Астананың символына айналған биік монумент. Осы монументтің өзі 105 метрге дейін жетеді және де оның жалпы салмағы 1000 тоннадан асады. Одан бөлек, оның ішінде біз 500 қаданы көре аламыз. Жалпы бәйтеректің әйнегі күн сәулесінің түсуіне байланысты өзінің түсін ауыстыратын хамелеон әйнектен жасалынған. Одан бөлек, бәйтеректе бізде жалпы 3 деңгей болады. Ең астыңғы деңгейі ол жерасты деңгейі, яғни халықтың тамыры. Ортаңғы деңгейі дамуды білдіреді, ал ең жоғары деңгейі өркендеуді білдіреді. Осы ең жоғарғы деңгейде біз Аялы алақан атты композицияны көре аламыз. Қорытындылай келе Қазақстанның 7 кереметі бұл бізде өзіміздің ұмытпайтын тарихымызды айқындайтын негізгі жобалардың бірі деп айта аламын. Біз осы 7 кереметімізді білу арқылы, оларды насихаттау арқылы ұлттық сананы қалыптастырамыз. Және де осы 7 кереметті білсек және оны насихаттай білетін болсақ, елімізде туризм деңгейін де арттырсақ болады. Назарларыңызға рахмет.